қарсы алыңыздар. Күйеуге шыққан әйелдердің атынан осы әннің нұсқасы. Пародия, қарсы алыңыздар. Қарай ал. Зачем ты даришь мне цветы без повода и без причины? Или ты что-то натворил и отмазки ищешь? Зачем ты даришь мне цветы? Балашаға соны жима, одан да үйге әкелси азық-түлік с магазина. Ты подарил мне ландыши, мне они не нужны. Ты принеси лучше продукты, 3 кило картошки, лук, баклажан и яблоки, помидор, огурцы. Сен болсаң даришь ландыши, оданша ақшасын берси. Зачем ты даришь мне цветы? Тебе ведь не 16. Әйтпесе үлкен балаңа уже 18. Зачем ты даришь мне цветы? Балашаға соны киема, балдарда уже подросли, оларға керек одежда. Надо купить им кроссовки, шалбар мен футболки, кішкентайларға памперсы, колготки, ползунки, мектепке киетін рубашки, ішінен ақ майки, қыста киетін сапожки, куртка мен варежки. Ты коммуналку оплати, за свет и воды аренду надо заплатить, на номер хозяйки. Өзіңе ал чай с ромашкой, почкаңды емдетсей, сосын ала бер ландыши и маған подари. Браво, браво. О май гад. Что за песня? Жестко. Сіздікі ғой? Қалай болды? Мен бұл өлеңді түсіну үшін үйленуім керек қой. Иә, мінеке үйленген, күйеуге шыққан әйелдердің пікірі. Қошеметтеріңіз! Рахмет! Рахмет, көптен көп, өте әдемі. Шапақтың барлығы саған рахмет. Әдемі. Яғни, прям жизнь сияқты ғой, да? Жизнь сияқты ғой сіздерге. Керемет. Иә, мінеке қыздардың айтуынша 25-30 мыңға гүл алғанша, одан да үйге азық-түлік алмайсың ба деген ойда болады негізінде. Гүл сыйламаса тоже қате ғой, иә? Қалай ойлайсыздар? Әне, гүл сыйлау керек қой. Бұл енді бұл әннің айтқысы келгені гүл тек бастамасы. Гүлден бастап қалған барлығында бәрін дарить ете беру керек қой. Бәрін дарить ете беру керек, иә. Бытовуха ғой. Без повода, без причины. Без причины. Иә. Бұл жақта причинасымен айтып отыр, көрдің бе? Еще вид много надо деп тұрмын уже. Бағана ты подари мне картошки деген надо. Тамаша. Мен ойымша бұл өте керемет пародия болды. Күйеуге шыққан қыздардың нұсқасы. Қошеметтеріңіз. Тамаша! Жалпы қызың бар ма сенің?